Сәлем достар, сіздермен бірге Әсел Жұмабекқызы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық етінен дайындалатын өте дәмді әрі нәзік котлета рецебін ұсынамын. Видеоны қарамас бұрын каналыма қосылуды ұмытпаңыз. Ең алдымен котлетамызға қажетті заттар дайындаймыз. Ол үшін тауықтың төс еті, пияз, сәбіз, бір сарымсақ және сүтке малынған нанды осындай ет турағыштан өткізіп фарш дайындаймыз. Дайын болған фаршқа тұз қосамыз, қара бұрыш қосамыз және мен паприка қостым, ал сіз өзіңіздің ұнататын дәмдеуішіңізді қоссаңыз болады. Одан кейін бір жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап араластырамыз да котлеталар жасай бастаймыз. Дайын болған котлеталарыңызды панировочный сухарида аунатып, екі жағынан қызып тұрған майда жақсылап қуырып аласыздар. Сонымен дәмді котлетамыз дайын болады. Дайын болған котлеталарды өзіңіз ұнататын гарнирмен ұсынуға болады. Назарларыңызға көп рахмет. Егер видео ұнаған болса, лайк баса кетіңіз.